бір стакан су не істей алады? Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бір стакан судың ағзаға тигізетін пайдасы мен зияны туралы білгілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін көріп, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Біздің денеміздің 2/3 судан тұрады. Су жетіспеушілігінің салдары үлкен. Көптеген дәрігерлер мигрен, артрит, семіздік, геморрой, сүт безі қатерлі ісігі, гайморит және бүйрек тастары сумен қамтамасыз етілмегендіктен туындауы мүмкін деп санайды. Сондықтан адам күн ішінде дене салмағының әр килограммына 30-40 мл су ішуі керек. Бұл салмағы 70 кг болатын адам шамамен 2-1 литр су ішуі керек дегенді білдіреді. Қалыпты өмірлік маңызды функциядан басқа суды ішудің басқа да жақсы себептері бар. Су ас қорытуды жақсартады. Аш қарынға ішілген 1 стакан ыстық су ас қорыту процесін бастайды. Бұл денені таңғы асқа дайындаудың бір түрі. Сұйықтықтың бір бөлігінен кейін асқазанға тағамды сіңіру оңайырақ болады. Оянғаннан кейін бірден ішілген суық су дене үшін нағыз соққы болып табылады. Нәтижесінде асқазан қабырғаларын суықтың әсерінен қорғау және суды дене температурасына дейін жылыту үшін шырышты белсенді түрде шығара бастайды. Артық болса ас қорытуды баяулатады. Жақында асқазанға түсетін таңғы ас ұзақ уақыт бойы қорытылады. Нәтижесінде май шөгінділері пайда болады. Сондықтан таңертең ыстық су ғана пайдалы. Содан кейін кем дегенде бөлме температурасындағы суды ішу керек, бірақ суық су емес. Аш қарынға жылы судың пайдасы. Таңертең аш қарынға ішілген жылы сұйықтық денеге көптеген проблемаларды жеңуге көмектеседі. Дене жүйелерін табиғи тазарту, дұрыс емес тамақтану, отырықшы өмір салты, нашар экология және қазіргі өмірге тән басқа да факторлар организмде зиянды заттардың жиналуына әкеледі. Олардан аш қарынға алынған жылы сумен құтылуға болады. Токсиндерден құтылу тек әл-ауқатты жақсартып қана қоймайды, сонымен қатар терінің күйіне де оң әсер етеді. Қабылдау басталғаннан кейін 1-2 аптадан кейін өң сау болады, бөртпелер жойыла бастайды. Ас қорыту трактінің жұмысын қалыпқа келтіреді. Асқазанда аш қарынға қабылданған сұйықтықтың әсерінен ас қорыту процестеріне жауапты арнайы ферменттердің өндірісі басталады. Осының арқасында асқазан ішек жолдарының жұмысы жақсарады. Асқазанның қышқылдығы төмендейді және асқазанның коликасы басылады. Ауырсынуды жояды. Таңертең аш қарынға 1 стакан су спазмолитикалық әсерге ие. Сондықтан спазмалардан туындаған ауырсыну үшін ұсынылады. Мұндай құрал етеккір кезінде ауырсынуды бастан кешіретін әйелдерге, буын аурулары мен жиі бас ауруы бар адамдарға көмектеседі. Метаболизмді жеделдетеді. Аш қарынға жылы су ішу зат алмасуға пайдалы. Жарты сағаттан кейін зат алмасу басталады. Метаболитикалық процестердің жылдамдылығы 20-30% артады. Дене майымен күреседі. Денедегі метаболизмді жылдамдату арқылы жағылған калориялар саны артады. Сұйықтық салмақ жоғалтуға ықпал етеді және оның басқа қасиеттеріне байланысты тәбетті төмендетеді, ішек жұмысын жақсартады, зиянды заттарды кетіреді. Іш қатумен күреседі. Іш қату бұл жағымсыз құбылыс. Бірақ аш қарынға жылы су ішу сіздің күнделікті әдетіңізге айналса, мәселе сізге әсер етпейді. Сұйықтық ішектерді қосады. Бұл кешегі тамақтан қалған барлық артық заттардан арылуға көмектеседі. Ыстық сұйықтық өт өндіруді ынталандырады. Бұл босатуды тездету үшін қажет. Өт ішектің қозғалысын арттырады. Суық су ас қорыту мүшелерін соққылайды. Өт қабының спазмын тудырады. Бұл өттің тоқырауына әкеледі. Нәтижесінде іш қату пайда болады. Сондықтан таңертең суық су ең жақсы шешім емес. Аш қарынға су ішу сирек зиян келтіреді. Жиі ісіну, жүрек бұлшық етінің проблемалары, гипертонияның болуы жағдайында су терапиясын бастамас бұрын дәрігермен кеңесу керек. Егер сізде балға немесе басқа заттарға аллергияңыз болса, мұндай қоспалардан бас тартқан дұрыс.
Өт қабында тасы бар адамдарға таңертең су ішуге болмайды, өйткені бұл тастардың қозғалысын тудыруы мүмкін. Суды аш қарынға ішуге болады, ал жеміс сусындарынан, шырындардан және басқа сұйықтықтардан бас тартқан дұрыс. Су салмақты жоғалтуға көмектеседі. Таңертең бір стакан ыстық су ішу әдеті арықтағысы келетіндер үшін дамытылуы керек. Сұйықтық дене температурасын арттырады. Бұл метаболизмді жылдамдатады, ауырсынуды басады. Аш қарынға ішілген су ауырсынуды жеңуге көмектеседі. Бірақ ауырсынуды басатын жалғыз құрал бұл ыстық сұйықтық. Жылу денеге тыныштандыратын әсер етеді. Бұлшықеттерді босаңсытады, қан тамырларының серпімділігін арттырады. Осының арқасында спазмдар кетеді. Әрине, су кез келген ауырсынудан құтыла алмайды, бірақ ол етеккір кезінде жағдайды жеңілдетеді. Қан айналымын жақсартады. Ыстық су қан айналымын ынталандырады, лимфаның шығуын қамтамасыз етеді. Органдар оттегіні қан арқылы алады. Нәтижесінде көңілділік пен күштің өсуі пайда болады. Оянғаннан кейін ішілген суық су әсіресе қан тамырлары үшін өте қауіпті. Егер жылы сұйықтық қан айналымын тездетсе, суық оны баяулатады. Бұл барлық органдардың жұмысына әсер етеді. Күнделікті салқын суды ішуді жалғастырсаңыз, таңертең сіз шаршағаныңызды байқайсыз, дене әлсіз болып көрінеді. Өйткені қан айналымы баяу болса, ағзаның оянуы қиын болады. Достар, сіздермен бөліскім келген осылар еді. Видео сіздер үшін пайдалы болған болса, каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.